Сәлем қыздар, бүгін мен лаваштан осындай қатпарлы пирог жасадым. Өте жұмсақ және дәмді шығады екен. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Бұл үшін алдымен табаға молырақ қып май құйып, фаршымызды салып, суы құрғағанша қуырып аламыз. Етіміздің суы құрғаған соң пиязымызды саламыз. Тұз және әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Сосын міндетті түрде сарымсақ қосу қажет. Пияз қуырылған соң өткіштен өткізілген сәбіз саламыз. Қуырмашымыз дайын болған соң өшіріп қоямыз да ары қарай лаваштарымызды жинауға кірісеміз. Табамызға қағаз жаямыз. Оған бірінші лавашымызды қоямыз. Үстіне қуырмашымызды жайып шығамыз. Одан кейін екінші лавашымызды саламыз. Оның да үстіне қуырмаштарымызды жақсылап жайып шығамыз. Солай ары қарай лаваштарымыз біткенше бірнеше қабат қылып жая береміз. Ең соңғы лавашымыздың үстіне қуырмаштарды салмаймыз. Оның үстіне 2 жұмыртқаны жарып, оны араластырып, тұз қосып, және сыр немесе брынзаны өткіштен өткізіп саламыз. Осы екінші қоспамызды ең соңғы лаваштың үстіңгі жағына құйып шығамыз. Бұл қоспаны құйғаным видеоға түспей қапты, сондықтан ренжімеңіздер. 180 градустық температурада духовкада жарты сағат тұрған соң пирогымыз дайын болады. Оны қалаған формамызда кесіп жей берсек болады. Бұл пирог уақыт аз кезде тез дайындалатын және өте дәмді ас болып табылады. Өте дәмді болыпты қыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.